Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен Қазақстандағы киелі жерлер туралы сөйлесетін боламыз. Біздің Қазақстанда киелі жерлер өте көп. Жалпы киелі деген қасиетті, қастерлі деген мағынаны білдіреді. Жүгірген аңның, ұшқан құстың, жер мен судың ерекше қасиетке ие болуын айтамыз. Сіздердің кітаптарыңыздағы сұраққа жауап. Бірінші сұраққа мен жауап беріп кеттім. Екінші сұрақ: мен үшін ең қасиетті киелі ол аққу құсы. Әркімнің өзі үшін қасиетті саналатын нәрселері болады. Жалпы біздің Қазақстанда қасиетті саналатын жерлер өте көп. Ондай жерлерді қасиетті жер, киелі жер деп айтамыз. Қазақстандағы киелі жерлерге Әулиетау шыңы, Жұбан ана кесенесі, Түркістан қаласы, киелі Домбауыл ескерткіші, теректі әулие петроглифтері және тағы да басқа өте көптеген киелі жерлер жатады екен. Түркістан қаласының өзін біз толықтай киелі, қасиетті жер деп айтамыз. Себебі ол жерде көптеген кесенелер бар. Ол кесенелерді кезінде әулие адамдардың құрметіне тұрғызып кеткен екен. Оқушылар, сіздердің кітаптарыңызда келесі тапсырма, 6-шы тапсырма: суреттер бойынша мәтін құра және мәтінге ат қой деген. Мен бүгін сіздердің кітаптарыңыздағы Айша Бибі кесенесіне мәтін құрастырып келдім. Мәтін дегенде бұл ақпарат деп айтсақ болады. Қазіргі Жамбыл облысында Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан бұл кесене 11-12 ғасырларда салынған. Сырты керамикалық плиталармен қапталған, ескерткіштің өзі әртүрлі кірпіштерден қаланған. Кесене бай және әртүрлі геометриялық фигуралармен апталған, плитаның үсті оюмен қапталған. Айша Бибі ол бізде кім болды екен? Айша Бибі Қараханиттер әулетінен шыққан Мұхаммед Қарахан ханның жары болған ару. Шамамен 11-12 ғасырларда өмір сүрген. Ғұлама Сүлеймен Бақырғанидың қызы болған. Жастайынан өте сұлу және парасатты қыз болып өседі. Айша Бибі туралы қазақта аңыз бар. Айша Бибі өзінің сүйгені Қараханға аттанады. 40 шақты қызды жанына алып жолға шығады. Сөйтіп жолда келе жатқан кезде олар шаршап демаламыз деп бір жерге тоқтайды. Сол кезде Айша Бибіні жылан шағып алады. Жанындағы қыздардың дереу Қараханға хабар жеткізіп, Қарахан жылан шағып алған Айша Бибіге келеді. Өлім аузында жатқан Айша Бибімен некелерін қияды. Сөйтіп жерлеген жерге Қарахан кейін Айша Бибіге кесене тұрғызады. Міне бұл кесененің тарихы осылай екен. Ал енді оқушылар, кітаптарыңызда 7-ші тапсырма: оқылым мәтіндегі бірге бөлек дефис арқылы жазылатын сөздерді жаз дейді. Өткен сабақта біз сіздермен бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздермен танысқан болатынбыз. Сонымен бірге жазылатын сөздер мәтінде қандай сөздер екен? Ол Ұлытау, Қарахан әртүрлі. Ал бөлек жазылатын сөздер Қарахан әулеті, Қаракеңгір өзені, Айша Бибі, Жошы хан, Талмас ата, Ақсылақ, Көксылақ. Дефис арқылы жазылатын сөздер Оғыз, Қыпшақ, сондай ақ. Келесі оқушылар, 9-шы тапсырма: Медеу мұз айдыны, ұлттық саябақ, менің сүйікті қалам тақырыптардың бірін таңдап диалог құрастырыңдар. Сәлем, қалың қалай? Сәлем, жақсы, өзің қалайсың? Менде бәрі жақсы. Сен қайда кетіп бара жатырсың? Алысқа ма? Я, мен Астанаға бара жатырмын. Әр демалысымда Астанаға барамын. Себебі ол менің сүйікті қалам. Астана өте әдемі. Ол біздің бас қаламыз. Астанада көрікті жерлер өте көп.
Астананың көшелері кең және таза. Астана қаласындағы биік ғимараттар, мұражайлар мен тарихи ескерткіштер, саябақтар, субұрқақтар ерекше көз тартады. Ал Бәйтерек пен Экспо мұражайы қаланың көркі. Қала Есіл өзенінің бойында орналасқан. Мен бұл қаланы өте жақсы көремін. Онда менің достарым көп. Керемет, жақсы демалыс болсын, жолың болсын. Рахмет. Оқушылар, сіздер де осы тектес диалог құрастырсаңыздар болады. Келесі 13-ші тапсырма. Оқушылар, жәдігер сөзіне 5 жолды өлең жаз. Жәдігер, сын есім, көне, құнды деп алсақ болады. Ал етістікке табылды, сақталды, ескірді. Мұражайда көне жәдігерлер бар деп сөйлем құрастырсақ болады. Ал бұл сөздің синонимдері мұра, бағалы, зат деп алсақ болады. Оқушылар, осымен біздің сіздермен сабағымыз аяқталды. Кездескенше сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суын іш.